Сіздердің сұрауларыңыз бойынша маған бірнеше оқырман жазды. Грамматикалық ереже түсіруге байланысты сұрақтарыңыз келіп жатады. Солының ішіндегі сіздердің сұрауларыңыз бойынша біз бүгін simple past шағын өтемізде, немесе past indefinite tense. Simple past бұл қарапайым өткен шақ. Яғни өзінің өткен шақ деп аты айтып тұрғандай, белгілі бір уақыт бұрын болып өткен іс-әрекет туралы сөз қозғаймыз бүгін. Өткен шақтың қандай белгілері бар бірінші, соған тоқталайық. Қандай үстеулер бар? Сөйлемнің өткен шақ екенін сізге аңғартатын қандай сөздер бар? Ол сөздер yesterday, кеше, yesterday. Last week, өткен аптада, last week. Last month, өткен айда, last month. Last year, былтырғы жылы, өткен жылы. Немесе ago деген сөз тұрады. Ago, қандай да бір уақыт бұрын дегенді білдіреді. Ago. Мысал үшін, 10 hours ago, 10 сағат бұрын. 10 minutes ago, 10 минут бұрын. 10 years ago, 10 жыл бұрын. 10 weeks ago, 10 апта бұрын. 10 months ago, 10 ай бұрын. 5 months ago, 5 ай бұрын. 10 days ago, 10 күн бұрын. Және тағы бір сөз, the other day, бір-екі күн бұрын. Енді назар аударатын бір жағдай бар. Ол ағылшын тілінде етістіктердің екі түрі болады. Бұрыс етістік және дұрыс етістік. Бұрыс етістіктер, яғни дұрыс емес етістіктердің арнайы өзінің таблицасы бар. Оны сіздер кез келген мектептің ағылшын тілі, кез келген кластың ағылшын тілі оқулығының ортасынан табасыздар. Әдетте сол оқулықтардың соңында беріледі дұрыс емес етістіктердің тізімі. Немесе интернеттен қарасаңыздар, көптеген ақпарат көздері бар, ағылшын тіліндегі дұрыс емес, яғни бұрыс етістіктердің тізімі дайын күйінде беріледі. Сондай көп интернеттегі ақпараттардың бірі төменде сілтеме беріледі. www.native-english.ru сайтынан алдым. Олардың тізімі әрине өте көп, бірақ соның ішінден бірнеше етістікті мен таңдап алдым. Мысал үшін олар мыналар. Be, was, were бір етістік болып есептеледі. Been, болу деген етістік, дұрыс емес етістік. Бұның екінші формасы was, were. Яғни өткен шақта сөйлем құрау үшін біз бұның екінші түрін аламыз. Келесі, do, did, done. Do бір нәрсе істеу. Did істеді, жасады, істеді. Өткен шақта did формасын аламыз. Әзірше үшінші түріне назар аудармаңыздар. Біз өткен шақта, яғни simple past кезінде тек осы етістіктердің, дұрыс емес етістіктердің екінші түрімен жұмыс істейміз. Келесі, take, took, taken. Take алу, took алды. Go, went, gone. Бару, go, бару, went, барды, бардық. Олар барды. Бір жақсысы, оның жаңағы жалғаулығы өзгермейді. Went барлық адамдармен қолданылады. Бір адам болсын, 5 адам болсын, бәрібір. Келесі етістігіміз give, беру. Оның өткен шақтағы формасы gave болады. Gave. Үшінші түрі given. Ол бізге әзірше керек емес. Келесі have, had, had. Бұл бір заттың иесі болу. Мысалы үшін, менде үй бар, менде отбасы бар деген сөзді айтқанда, болды дегенді айтқанда біз had қолданамыз. Келесі read, read. Оқу. Write, wrote, written. Жазу, write, wrote, жазды. Келесі break, broke, broken. Break сындыру, broke сынды. Яғни бұл етістіктердің барлығы жаңа айтып өткендей дұрыс емес, яғни бұрыс етістіктер. Олардың арнайы тізімі болады. Оны енді сіздер тек жаттап алуларыңыз керек.
бірінші, екінші, үшінші формасын жаттап алуыңыз керек. Және өткен шақта мысал құрғанда оның тек екінші түрін ғана алатынымызды еске сақтауыңыз керек. Бұл тізімде жоқ етістіктердің барлығы дұрыс етістіктер деп аталады. Олармен жағдай кішкене оңайлау, яғни дұрыс етістіктерге біз өткен шақта мысал құрғанда ed жалғауын қосамыз. ed. Мысал үшін play дұрыс етістік. Неге? Өйткені ол тізімде жоқ. Play. Ойнау, ойнады, ойнадық деп өткен шақта мысал құрғымыз келсе, playге ed жалғауын қосамыз. Сонда played болады. Played. Play, played. Live, өмір сүру. Бір жерде тұру. Live. Мен өмір сүрдім, тұрдым, 5 жыл бұрын мен жаңағы Алматыда тұрдым деген сөйлемдер айтқымыз келсе, онда live-ге ed жалғауын қосамыз. Lived болады. Live, lived. Paint, сурет салу немесе бояу. Paint. Өткен шақта оны painted деп жазамыз. Келесі travel, саяхат жасау. Travel, саяхаттау. Traveled, traveled, traveled. Саяхаттау. Және тағы да бір сөз, дұрыс етістікке study, оқу. Study. Оқыдым, оқыдық, олар оқыды. Studied, studied. Бүгінге осы, келесі сабақта кездескенше.